Оразбек Алтыншаш Нақыпбек қызы, ауыр атлетикадан спорт шебері, республикалық сайыстардың жүлдегері. Алтыншаш 1999 жылы 25 желтоқсанда Түркістан облысы Жетісай ауданында туған. Әкесі Нақыпбек құрылысшы, анасы Гүлнар госпитальде жұмыс істейді. Көп балалы отбасында туған 7 баланың 5-шісі. Нұрсұлтан қаласындағы нөмір 52 мектеп гимназиясын аяқтаған соң Шымкент қаласындағы аймақтық әлеуметтік инновациялық университетіне, дене шынықтыру және спорт факультетіне оқуға түскен. 2017 жылы ауыр атлетикадан спорт шебері дәрежесін орындады. Ауыр атлетикадан өткен республикалық турнирлердің бірнеше рет жүлдегер атанды. Жігер спорт клубының қолдауымен жалақы алады және Қазақстан Республикасы ауыр атлетика федерациясының жас қуат бағдарламасы аясында тағайындалған стипендияның иегері. Сол қыз айтты, сен спортқа қатысқың келмейді ма деді, штангаға сен келесің ба деді. Мен өзіне ұлдармен төбелесіп ойнап жүретін, сен телосложение олға ұқсап дегенсің, мен осыны алып кеттім. Басында қатысқанда мен гипспен келгенмін ол кезінде. Бір-екі рет көрдім, сосын барып келдім. Қазір студентпін, 3-ші курстың спорт академиялық туризмді оқимын. Ең алғашқы результаттарың есіңде ме? Қанша көтерген? Есімде, бірінші жарысымда есімде 25 алып істедім, 30 істей алмай қалдым, 35 талшық істедім, 40 істей алмай қалдым. Мен техникам дұрыс болмады кезінде қойды, сосын барып сол кезінде 3-ші орын алған кезде қалған 4-ші орын ба 5-ші орын алған бірінші жарысымда. Қазір айырмасы, қазір мен 67 робокс істеймін, 80 талқа тіземін. Қазақстанда 2-ші орын алған, 3-ші орын. Результатым жаман емес, жақсы. Международникке жетпейді, 3 килограмм. Қазір мастер спортамын. Мен күніне 3-4-5 сағат. Мен бүгінгі істеген робогымды істесем, бәр нәрсені, например, бірінші классика істедім ба, классика істеп болғаннан кейін приседание отырамын. Не жетіспейді соған жұмыс істеймін. Кемшілігім жұмыс істеп, барып сосын қайтамын. Бұл стройка секілді қиын, ауыр, тастап кетіп қалғың келеді. Оны істей алмайсың, өйткені сен басардың аяғын жеткізуің керексің дегендей. Жалпы, бірақ қиын болса да шыдау керек. Үй іші қалай қарады сен бұлдай спорт, дәл осы спортпен айналысуға ма? Басында айтты, қиын ғой, ол штанга қыздарға ауыр ғой деді. Сосын уақытпен қатысып жарыстарға қатысқаннан кейін КМС алып, медальдар алған кезінде әкем қатыса бер деді. Сосын анам рұқсат берді. Ең басты жанкүйерің кім? Ең басты жанкүйерім ба? Тренерім, әкем, аналарым, ағаларым. Өзіңнің салмағыңда басты қарсыластарың кімдер деп айта аласың Қазақстанда? Басты қарсыласым бар. 2 қарсыласым бар. 2 денесінен біреуі қазір. Патасова деген Талдықорғанның қызы. Құда қаласа енді жарысқа дайындалып жатырмын ғой. Августтың 2-сі болады Спартакиада. Бұйырса қалай болатынын білмеймін, бірақ бір алла біледі. Алмас көрсетеді, бұйырғаны болады. Өзіме қазір психологически не жетпейді, настрой жетпейді. Жүрекпен, аға айтқанда жүрегіме мен дайын болу керек дегенде. Сол. Менің арманым басында карате болу, черный пояс алу, тренер болу еді.
сосын штанга келгеннен кейін штанга туралы біле бастадым. Ол кезінде мүлдем білмейтінмін. Қатыстым, ұнады. Қазір спорт, только спорт өзімнің дәрежемді жеткізу, өзімнің болашақ нәрсемді ашу, қалса тренер болып, немесе оқуымды бітіргеннен кейін мен де бір баланы дайындағым келеді, ағай секілді. Чемпион шығарғым келеді менде.